Елбасы жайлы жылдама ақпарат тарады, барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армығазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа заңға қол қойды. Қасым-Жомарт Тоқаев, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар заңнамалық өзгерістерді көздейтін жаңа заңға қол қойды деп хабарлайды Араша.кз. Ресми мәліметке сәйкес, президент Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының шешімдерін орындау және де заңсыз иемделінген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер менен толықтыруларды енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңын бекітті. Құжат Конституциялық сот шешімдерін іске асыру тетіктерін нақтылауға, сондай-ақ заңсыз жолменен алынған активтерді мемлекет меншігіне қайтару үдерістерін жетілдіруге бағытталған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарапқа жетер жерлерге жету үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Сау, саламатта болыңыз.